Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге 4 штук апельсиннен 9 литр лимонадтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 4 апельсинімізді морозильникке салып қатырып аламыз. Одан кейін апельсиндерімізді морозильниктен шығарып, кішкене жібітеміз де осылай жақсылап барлығын турап шығамыз. Апельсиндер дайын болды, осылай барлығын турап алдым. Енді туралған апельсиндерді ет тартқыштан барлығын өткізіп аламыз. Одан соң тартылған апельсиндердің барлығын 3 литр банкіге салатын боламыз. Оның үстіне 1 килограмм секер саламыз. Бір ас қасық лимон қышқылын саламыз және де банкіні толтырып қайнаған немесе фильтрден өткізілген су қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және қақпағын жауып, холодильникке 8-10 сағатқа қоятын боламыз. Холодильниктен 10 сағаттан кейін шығарып алдым. Енді тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осылай 2 ыдыс алып, банкідегі қоспамызды через сеті қоюын бөлек ыдысқа, сұйығын бөлек ыдысқа ажыратып аламыз. Сіздерде сүзгіш болмаса, марльмен пайдалана берулеріңізге болады. Банкідегі қоспаның барлығын осылай 2-ге ажыратып аламыз. Банкадағы қоспамыздың барлығын осылай ажыратып алдым. Лимонадты құюға бізге 5 литрлік 2 баклажка қажет болады. Жаңа біз банкадағы қоспамызды
қоюын бөлек ыдысқа, сұйығын бөлек ыдысқа сүзіп бөліп алдық. Енді сұйық қоспамызды 5 литр 2 баклажкаге бөліп құятын боламыз. Сұйық қоспамызды осылай 2 баклажкаге тең етіп бөліп құйып алдым. Енді осы баклажкалерді қайнаған су немесе фильтрден өткізілген сумен толтыратын боламыз. Бізде осындай 9 литр лимонад шығуы тиіс. Бізде 3 литр банкадан шыққан қою қоспа және сұйық қоспамыз бар ғой. Сұйық қоспаны біз 5 литр баклажкалерге құйған болатынбыз. Енді қою қоспадан біз варенье жасап алатын боламыз. Ол үшін апельсиндердің үстіне кішкене су құйып, жарты килограмм сикер салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де жай отта газге қойып, бір қайнатып аламыз. Менде осындай өте дәмді варенье шықты. Ыссы күйінде банкаларға салып, қысқа жауып алсаңыздар да болады. Сіздерге үй жағдайында 4 апельсиннен жасалынатын 9 литр лимонадтың дайындалу жолымен бөлістім. Өте оңай дайындалады, әрі дәмді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, пікір қалдырып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.